Аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен адал жолды таңдаймыз атты марафон эстафетасы аясында көптеген іс-шаралар өткізілуде. Ол жиындардың легі әлі де жалғасын тауып келеді. Орталық кітапханада жастардың интеллектуалдық деңгейін көтеру мақсатында, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге шақыратын сайыс өтті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жалынды жастардың зияткерлік әлеуетін арттыруға бағытталған интеллектуалдық ойын аймақтағы колледж студенттерінің қатысуымен өтті. Басшылыққа алып отырған негізгі мақсат жастардың жемқорлық жайлы түсініктерін қалыптастыру, білім көкжиектерін жан-жақты кеңейту. Адалдық алаңы атты білімділер сайысы 4 айналым бойынша өрбіді. Алғашқы кезең ойыншылардың сөздік қоры мен тілге жүйріктігін анықтауға бағытталған. Ал екінші кезеңде сыбайлас жемқорлыққа байланысты тапсырмалар қамтылды. Келесі 3-ші айналым қазақтан шыққан зиялы қауымның өмірбаяны мен жеткен жетістіктер жайлы мағлұматтарды тапқырлықпен табуға бағытталған. Ал ақтық сайыс викториналық сұрақтар. Мұнда топ басшыларының ой ұтқырлығы сынға түсті. Менің бұл интеллектуалдық сайысқа қатысуым мақсаты өз-өзімді дамытудың жан-жақтама білмеген сұрақтарыма жауап алу. Көптеген мәліметтер алдық бұл сайыста. Жемқорлыққа қарсы ұйым қашан ашылды? Соны алдық. Және де ақын аталарымыздың, жазушы аталарымыздың өмірбаянымен таныстық. Қай жылдар қабылданды сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң, және де ұлтаралық біріккен ұлттар ұйымы аралығында қай күні болған, және де сол заңдар қай кодекс, қандай баптарда, және де қандай түрде қылмыстық іс қозғалатын сол туралы білдім. Ұйымдастырушыларға рахмет, және де осындай ойын түрлерін ұйымдастырып тұрса екен. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған білімділер бәйгесінде сұңқар және болашақ командалары оқуға жақын екендігін танытып, ойға жүйрік, тілге шешен екендігін көрсете білді. Жалпы осы сынды шын бәсекеге құралған додалар арқылы шыңдаламыз дейді қатысушылар. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы екендігімізді өз білімдеріміз арқылы айтқымыз келеді дейді. Сарыағаш ауданы жастар арасында адал жолды таңдаймыз атты марафон эстафета аясында аудан әкімі Мұхит Оташиевтің іс-шара жоспарына сәйкес адал алаңы интеллектуалдық ойын болып өтті. Негізгі мақсатымыз жастарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында, және де жемқорлыққа қарсы тұруға бағыттау мақсатында осындай іс-шаралар өтіп жатыр. Бұның бір айғағы бүгін осы екі команда, болашақ сұңқар командалары өзара сынға түсті. Бұның ішінде тек қана сыбайлас жемқорлық туралы көптеген мағлұматтар алды, әлі сайысқа түсіп, сонымен қатар өздеріне әдебиет жағынан, білім жағынан, интеллектуалдық, логикалық жағынан, сонымен қатар қазақтың сөздері өте керемет. Оның ішінде қазақтың қасиетті сөздерінің жалғасын тауып, мақал мәтелдеріміз, тұрақты сөз тіркестеріміз, көптеген сұрақтар жасырылды. Біздің жастарымыз жан-жақты екенін көрсете білді. Жалпы сарапшы ретінде, бүгін ұйымдастырушылар ретінде бізге жастарымыз өте білімді, өздерінің ойларын еркін айта алады. 4 айналым бойынша өткен адалдық алаңы атты сайысында қарсылас топ сұңқар командасын басып озып, болашақ командасы суырылып алға шықты. Біз Сарыағаштың білімді жастары адал жолды таңдаймыз. Майра Нұрмахан, Дін Ислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.